Сәлем достар, бүгін біз сіздермен араның ұясы печеньесін дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға бір кесе ұнымызды салып, 200-300 грамм сармайымызды араластырып, 2 жұмыртқа разрыхителімізді салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Үстіні жауып, 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минуттан кейін қолымызбен жайлап басып, видеодағыдай етіп, бірдей жайып шығамыз. Ұзынасына кесеміз, үстіне шиемізді теріп шығамыз. Үстінен құм шекерімізді сеуіп, жақсылап жабыстырамыз бір-біріне. Оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз, 250 градуста. Листімізға печеньемізді тереміз дағын. Печкаға саламыз. Печеньеміз пісіп шықты. Артық жерлерін кесіп тастаймыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне 200 грамм сармай, бөлме температурасында еріп тұрған. Ақ түске енгенше миксерлеп аламыз. Шоколадный сгущенкамызды салып, оны да араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді печеньелерімізді жинаймыз. Печеньемізді жинаған кезде үстіне кремімізді саламыз. Тағы үстіне печеньені жинап, кремін сүртеміз тағы. Осылай жинап шығамыз. Холодильникке 2 сағатқа қоямыз. 1 сутка тұрса да бола береді, жұмсақ болады. Холодильниктен алып, қалауымызша бетіні сәндейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.